жерде жеке тапсырмада, жұптықта, топтықта, оқулықпен жұмыста, дәптермен жұмыста, жаңа платформалармен жұмыста барлығы да көрсетілді. Тек пайдаңызға жарата алсаңыз болғаны. Көргеніме қуаныштымын. Мен Тігілбаева Дәметкен Ерболатқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі және педагогика ғылымдарының магистранты. Бүгін сіздерге 5-ші сыныпқа өтетін Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Анасын іздеген бала» тақырыбында қысқа мерзімді жоспарды ұсынатын боламын. Біздің оқу мақсатымыз әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бұл тек қана анасын іздеген балаға қатысты емес, сонымен қатар басқа да тақырыптарға, яғни мақсатыңыз әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын табу болса, сол мақсаттарға осы әдістерді қолдансаңыздар болады. Ендеше кеттік. Сабаққа шығармашылыққа баулайтын сабақ болғандықтан бірінші идея мен абзал ана өлеңін топпен, сыныппен бірге айтуды ұсынамын. Ол өлең осы анасын іздеген бала әңгімесінде де кездеседі. Сабаққа кірігу мақсатында және оқушыларға көңіл-күй сыйлау мақсатында оқушыларымызбен бірге осы әнді айтамыз. Оқулықта көрсетілген берілген үзіндідегі кейіпкерлердің қандай көңіл-күйі суреттеледі деген жаттығуды орындатамыз. Қазіргі таңда оқушыларды топқа бөлу барысында көптеген кедергілер туындап жатады. Ол оқушылар бір-бірінің қасына отырғысы келеді, немесе уақыт мәселесі жағынан көп уақытты алады. Ал мен осыған Flippity платформасын жалықпастан ұсына берер едім. Себебі Flippity платформасы уақытты тиімді қолданасыз және оқушыларды теңде автоматты түрде тезірек бөліп береді. Осы кезде оқушылар арасында да ешқандай кері байланыстар болмай, сол қалай топқа бөлінді, солай отыра қалады. Яғни Flippity платформасымен топқа оқушыларды бөліп тастаймыз. Оқиғаны желісі бойынша сәйкестендіріңіз. Мен ол жаттығуды өлең атты жасадым және сілтемесін видеоның астына тастаймын, сізде алып қолдана берсеңіз болады. Жеке тапсырма бұл әңгімеге композициялық талдау жасау. Оқушы тақырыбын қалай қойғысы келеді, идеясының қалай өзі басталуы, шарықтау шегі өзі қалай көреді, солай ықтимал жауап ретінде жазатын болады. Мана топқа бөлген оқушыларымызға енді осы тақырып мен идеясын анықтау барысында әртүрлі тақырып беретін боламыз. Бірінші тобымызға шығарманың тақырыбын табыңдар деп ұсынамыз, ал екінші тобымызға шығарманың идеясын табыңдар дейміз. Ал үшінші тобымызға осы шығармадағы қай үзінділерде қандай мәселе көтерілгендігі туралы табуды ұсынамыз. Ал төртінші топқа осы шығармадағы келтірілген үзінділердің жалпы қазіргі өмірмен байланыстылығы туралы нәрселерді айтамыз деген ұсыныс тастайтын боламыз. Ол попус формуласында менің ойымша былай, себебі мен оны былай түсіндіремін. Мен оны мына фактілерін дәлелдей аламын, осыларды мен қорыта айтқанда былай дегім келеді деген сияқты өзінің жеке пікірін айтатын болады. Осы тақырып пен идеяға қатысты тағы да қос сақина әдісін алғым келеді. Яғни екі шеңберді қойып, біреуіне тақырыбын, екіншісіне идеясын жазамыз. Оқушылар осылай топтық немесе жұптық қылып осы тақырып мен идеясын табатын болады. Келесі әдіс бұл эмоция кестесі әдісі. Осы әңгімеде кездескен эмоцияларды, яғни әртүрлі көңіл-күй сезімдерін балалар осы кестеге сәйкес жазып шығатын болады. Немесе сабақ барысында мен анаға хат бойынша балаларға эссе жазуды ұсынар едім. Жалпы өзіңіз көріп отырғандай бұл бір сабақтың жоспары десек болады. Осыны 40 минутқа сыйдырып жасасаңыз болады. Бұл жерде жеке тапсырмада, жұптықта, топтықта, оқулықпен жұмыста, дәптермен жұмыста, жаңа платформалармен жұмыста барлығы да дерлік көрсетілді. Тек пайдаңызға жарата алсаңыз болғаны. Және де видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңызға шын жүректен рахмет айтамын. Ұсыныстарыңыз болса да пікір бөліміне жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.